видеоларыңыз пайдалы болсын әрі қызықты өтсін. Және қасиет абайдың сабағынан жүз алайық. Әмин. Әмин. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің есімім Оралбек, студентпін. Бұл жанымдағы сүйікті досым, группаласым Анжо. СУ-дың қиындығымен біздің студенттік өміріміз ауыр сынақтан өтіп жатыр. Бұл 5-ші кезеңдегі, бірақ ауру емес, бұл 5-ші кезеңдегі біздің хук видеомыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, өте пайдалы болады деп үміттенеміз. Лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Бүгін трапецияны ауданы туралы айтамыз. Жалпы, трапецияны ауданы дегеніміз не? Қарама-қарсы екі қабырғасы параллель, ал өзге екі қабырғасы параллель емес болып келген төртбұрыш трапеция деп аталады. Яғни А мен БЦ бір-біріне параллель болу керек, және АБ мен ДЦ бір-біріне параллель емес болу керек. Табандары перпендикуляр және табандары шектелетін кесінді биіктігі, яғни жасылмен белгіленген ол биіктік 90 градуспен түседі төменгі табанға, және ал бүйір қабырғаларының орталарын қосатын кесінді трапеция орта сызық деп аталады. Ол ортасында болған үшін ол орта сызық деп аталады. Ал кеттік. Бүйір қабырғалары тең трапеция, яғни тең бүйірлі трапеция деп аталса, ал бір бүйірі тік болатын трапеция, тік бұрышты трапеция деп аталады. Яғни екі бүйірі тең болса тең бүйірлі, бір бұрышы тік болса тік бұрышты. Трапецияның орта сызығын қалай табамыз? Оны табу үшін біз үстіңгі табан және астыңғы табандардың қосындысын арифметикалық ортасын табу керекпіз. Және біз оны М-мен белгілейміз. Ал жарайды. Трапецияның ауданын қалай табамыз? Бізде екі вариант бар. Трапецияның ауданы я оның орта сызығының шамасы мен биіктігін көбейтіндісіне көбейтіп тапсақ болады. Немесе сол орта сызықты ашып, А қосу Б бөлінген 2 көбейтілген H деп алсақ та болады. Негізінде бұл формуланы дәлелдеудің бірнеше жолы бар. Бірақ та барлығы осы бір формулаға алып келетіндіктен ең ықтималды түсінуге оңай жолды қарастырайық. Ал кеттік. Ең оңай жол біз трапецияны екі бөлікке бөліп, яғни оның ортасындағы төртбұрышты фигураны алып, сол үшбұрыштардың ауданына қосу. Яғни оны қоссақ, осы үшбұрыштарды қоссақ, бізде оның биіктігі H-қа тең және оның ұзындығы B-A болады. Соны көбейтіп екіге бөлсек, оның толық ауданы шығады, және AH, яғни сол төртбұрышты фигураның ауданын осы үшбұрыштардың ауданына қосып, бізде S тең, яғни аудан тең арифметикалық ортасы, табандардың арифметикалық ортасы көбейтілген биіктікке тең болып табылады. Трапецияны біз қайда кездестіреміз? Бөгет құрылысында, яғни трапезоидты формада, бөгет құрылысында, көпір құрылысында, яғни осы суретте көріп тұрғаныңыздай екі қабырға бір-біріне параллель және басқа екі қабырға бір-біріне параллель емес фигураны көрсетеді. Неге трапецияның құрылысы көп қолданады? Себебі үшбұрыш секілді берік, төртбұрышты сияқты қолданысты өте ықтималды. Мысалға, бөгет құрылысында алсақ. Бөгет қимасы, трапеция ұқсайды, және су массасы, физикадан білетін шығарсыздар, су массасы әсерінен біз тереңдікке кірген сайын оның қысымы артады. Яғни қысым артқан сайын бізге көбірек оны ұстап тұратын күш керек. Яғни трапеция бұл кейста ең жақсы вариант болып табылады. Яғни астында қысым үлкен болғандықтан біздің трапецияның табан жағы қалың болғаны бізге жақсы болады. Яғни қысымға шыдайды. Бұл суреттен көріп тұрғаныңыздай. Ал кеттік. Бірнеше А, Б, С деңгейін шығарып көрейік. Трапецияның бір табаны А 9 см, екінші табаны Б 15 см, биіктігі табан айырмасының жартысына тең. Ауданын табыңыз. Ал сіздерге 1-2 минут берейін, сіздер өздеріңіз шығарып көріңіздер, видеоны тоқтатып. Ал шығарды деп ойлаймын. Енді бұл есепті шығарып көрейік. Трапецияның бірінші суретін салып алайық. Ол төрт бұрыштан.
яғни осындай төрт бұрыштан және осындай үш бұрыштар салсақ, бізде трапеция шығады. Трапецияның бір табаны А, яғни 9 сантиметр, иә? Екінші табаны 15 сантиметр. 9 сантиметр ол үстіңгі табан, өйткені ол кішірек. Астыңғы табан ол 15 сантиметр. Биіктігі табан айырмасының жартысына тең. Биіктігі табан айырмасының жартысына тең, яғни табан айырмасының жартысына тең. Биіктігі табан айырмасының жартысына тең. Ал көрелік. 15-тен 9-ды азайтып, 2-ге бөлсек, 15-тен 9 азайтсақ 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3 сантиметр. Ауданын табу үшін трапецияға біз еске түсірейік, не қолданамыз? Осы формула қолданамыз. А қосу Б, яғни екі табан арифметикалық ортасын көбейтеміз H-қа, яғни биіктікке. Оның арифметикалық ортасы 15 қосу 9 бөлінген 2 көбейтілген 3. 15-ті 9-ға қосса 24, 24-ті мына жазайын шатаспау үшін. 24-ті 2-ге бөліп 3-ге көбейтейік. 24-ті 2-ге бөлсек не болады? 12, 12-ні 3-ге көбейтсек 36 сантиметр квадрат деп аламыз. Бұл есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке көшейік, Б деңгейінің есебіне. Жалпы қайтадан сіздер өзіңіз шығарып көріңіздер. Мен сізге уақыт берейін. Ал кеттік бастайық. Трапецияның бір табаны А, екінші табаны Б болсын. Егер А қосу Б 30 және оның ауданы 200 см квадрат болса, трапецияның биіктігі қанша? Ал қайтадан трапецияны салып көрейік. Трапеция, еске түсірейік. Және екі жақтан үш бұрыш саламыз. Трапецияның бір табаны, мына жерде өшіріп жіберейін, кішкене шығып тұр. Трапецияның бір табаны А үстін алайық, және екінші табаны Б болсын, иә? Астыңғы жағы. Егер А қосу Б 30 және ауданы 20 см болса, трапеция биіктігі қанша? Аудан берілгендіктен біз бірден оның формуласын қолдансақ болады. Яғни А қосу Б бөлінген 2 тең H екенін білеміз, иә? Бөлінген 2 көбейтілген H екенін білеміз. Және аудан орнына 200, А қосу Б орнына 30 бөлінген 2 көбейтілген H деп аламыз. 30-ды 2-ге бөлсек, ол бізде 15 болады. Енді 15-ті сол жаққа жібереміз. Бізде 200 бөлінген 15 шығады. 200 бен 15 5-ке қысқарады. 3 және 40. Иә? 5-ке, иә. Яғни бізде жауабымыз 40 бөлінген 3 болады. Оны жай түрге келтірсек, бүтін түрге. Яғни 13 3-те 1 болады сантиметр оның биіктігі. Ал кеттік. Енді С деңгейінің есебіне өтейік. С деңгейінің есебіне сіздер қайтадан сіздерге видеоны пауза қойып шығарып көріңіздер. Ал мен бастай берейін. Тік бүйірлі трапеция. Үлкен табан ұзындығы 5, ал кіші табан ұзындығы 3. Платформаның ауданы 16 см болса, оның ұзындықтарының шамасы қандай? Оның бұрыштарының шамасы қандай? Тік бүйірлі трапецияның. Яғни оның бір бүйірі тік.
яғни оның бір бүйірдік. Үлкен табанның ұзындығы 5. Үлкен табанның ұзындығы 5, ал кіші табанның ұзындығы 3. Платформаның ауданы 16 см квадрат. Оның бұрыштарының шамасы қандай? Яғни әр бұрышты табайық. Мынау 90, иә? Енді осы екі бұрышты табу керек. Ал жалпы ең біріншіден біз биіктікті тауып алайық. S тең А қосу Б бөлінген 2 көтілген H. S бізде 16. 3 қосу 5 бөлінген 2 көтілген H. 3 қосу 5 ол 8. 8-ді 2-ге бөлсек 4. Бізде биіктік 4 сантиметрге тең болып шығады. Яғни мен бұны осы көрсетейін, өйткені біз оны сосын таптық. Яғни бұл 4. Яғни бұл 4. Жалпы 5-тен 3-ті азайтсақ, бізде осы жер шығады. Яғни осының ұзындығы. Ал бұл 5-ті біз 3 пен 2 деп алсақ, сотаспау үшін, ал жалпы 5 см екенін білеміз. Ал енді бұл жер 90 болса, бұл бұрыш пен бұл бұрышты қалай табамыз? Бұл бұрышты біз альфа деп алайық, а бұл бұрышты бетта деп алайық. Иә? Пифагор бойынша, 2 квадрат қосылған 4 квадрат, ол бізге x-ті беру керек. Яғни x квадрат. 4-тің квадраты қосылған 2-дің квадраты. X-тің квадраты тең 16 қосу 4 ол 20. X тең түбір асты 20. X тең түбір асты 20. Және түбір асты 24-ке бөлінеді, яғни 2-ні шығарып жасақ болады. 2 түбір асты 5-ке тең екен. Осы x-ның орнына 2 түбір асты 5 деп жазайын. 2 түбір асты 5. Ең бірінші альфаны табайық. Синус альфа деп алайын. Синус альфа, еске салайық, бұл төрт бұрышты үш бұрыштарда қарама-қарсы ұзындықты гипотенузаға бөлу керек. Яғни 4-ті 2 түбір асты 5-ке бөлу керек. 2 мен 4 қысқарады. 2 түбір асты 5 шығады. 2 бөлінген түбір асты 5. Енді, яғни альфаның өзі арк синус, яғни синусты оң жаққа өткізгенде бізде арк синус 2 түбір асты 5 қосылған 2 пи n. Яғни синустың периоды 2 пи болғандықтан біз 2 пи n-ді қосамыз. Яғни 2 пи периоды бойынша бұл қайталана береді, бұл жауап. Бірақ бізде бұл 90 градустан аспаған үшін біз бұл кейсті алып тастаймыз. Енді беттан табайық. Яғни бетта. Қайтадан косинуспен шығарып көрейік. Косинуспен шығарайық. Косинус деген не? Косинус жақындағы, яғни 4-ті 2 түбір асты 5-ке бөлсек. 4-ті 2 түбір асты 5-ке бөлсек, яғни тура сол жауап шығады, бірақ косинус, арк косинуспен шығады. 2 түбір асты 5, және бетта бізде арк косинус 2 бөлінген түбір асты 5 деп аламыз. Ал жалпы менде осы. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Кітапке және бұл білімді қатайту үшін бізде квиз бар. Сіздер оны өтсеңіздер болады сілтеме бойынша. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.